Қайырлы күн достар. Брюссель тамағын дайындаймыз. Әйгілі тағамның бірі. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Фаршымызды аламыз, тұзымызды саламыз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосамыз. Ұсақтап туралы тұрған пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және кішкене сүт қосамыз. Фарш жұмсақ болу үшін. Енді араласқан фарштарды осындай бөлшектерге бөліп дөңгелетіп дайындап аламыз. Бізге ыңғайлы болу үшін жаюға. Енді арасына соусын дайындаймыз. Бізге қажетті укропты майдалап турап аламыз. Ыдысымызға майонезді саламыз. Ұсақтап турап немесе осындай сарымсақ өткізетін үккіштен осылай өткізіп аламыз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей соусымыз дайын болды. Енді үлкендеу ыдысымызға алып, жұмыртқамызды салып, жарып, осылай араластырамыз. Енді фаршымызды ұнда айымай сеуіп жайып аламыз. Сол жері түспей қалыпты видеоға, кешірім өтінемін. Енді оқтаудың көмегіменен осы жайылған фаршымызды алып, жұмыртқаның бетіне жұмыртқа сіңгенше қолымызбен басып, араластырып дайындап аламыз. Және де майды кішкене табамыз, қыздырамыз. Осылай бірінші бетін қуырып аламыз, отымызды баяулатып, екінші жағын осылай аударамыз. Және ыстықтай осылай соусымызды арасына жағып, бризолимызды орап аламыз. Әртүрлі гарнир дайындасаңыздар болады. Мен бүгін күріш дайындадым. Күрішімізді жанына қойып, осылай әсемдеп бризолимізді. Бетіне кетчуп жағамыз. Мінекей бризолиміз дайын болды. Өте дәмді тағам. Міндетті түрде дайындап көріңіздер достар. Бір күндік кешкі асты осылай бризоль дайындап ұсынсаңыздар болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.